Сәлем балалар, бірінші сынып әліппе сабағы 15-ші сабақ Р дыбысы мен әрпі тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен Р дыбысы және әрпімен танысатын боласың. Р дыбысының баспа және жазба түріне назар аудар. Үлкен Р әрпі жазу жолынан шығарып жазылады. Және кіші Р әрпі жазу жолының бойына толтырылып жазылады. Ал енді өз үйіңдегі түймелерден Р әрпін құрастырып жасап көрсет. Бұл өте оңай болады. Ал енді суретке қара балақай. Мұнда 3 бала робот жасады. Бұл робот деп аталады. Робот сөзінде 2 буын бар. Робот. Робот сөзінде 2 дауысты, 3 дауыссыз дыбыс бар. Демек, Р әрпі дауыссыз дыбыс екен. Өйткені өкпеден шығып жатқан ауа кедергіге ұшырап жатыр. Сондықтан да Р әрпі дауыссыз дыбыс болып табылады. Және Р әрпін созып айта алмаймыз. Ал енді төменде тұрған Р әрпін оқиық. Р, Р, Р. Жарайсың балақай. Р әрпінің үлкен және кішісін дәптеріңе көркем әрі ұқыпты етіп жаз. Жазу барысында жазу ережелерін сақта. Дәптеріңді таза әрі ұқыпты ұста. Ал енді өз бетіңше Р әрпінен басылатын сөздерді айтып көрші. Сен қандай сөздерді білесің? Балақай, келесі тапсырмаға назар аударамыз және қарамен берілген сөздерді буынға бөле отырып оқимыз. Ар, ара, ра. Тамаша балақай. Осы 3 сөзді қайталап оқы. Ал енді суреттегі сөздердің атауын бірге табайық. Бірінші суреттің атауында 2 дауыссыз және 1 дауысты дыбыс бар. Бұл сөздің соңғы әрпі Р әрпімен аяқталады. Демек, бұл қар сөзі. Ал екінші суретте тұрған бұл гүл. Бұл гүлдің атауы раушан. Раушан сөзінде 2 дауысты дыбыс және 6 дауыссыз дыбыс бар. Раушан сөзін буынға бөліп көрейік. Раушан. Демек, раушан сөзі 2 буыннан тұрады екен. Келесі суреттегі жираф. Жираф сөзінде 2 дауысты, 3 дауыссыз дыбыс бар. Жираф сөзі 2 буыннан тұрады екен. Жарайсыңдар балалар. Осы сөздерді қайталап оқып шығыңдар. Келесі тапсырмада берілген ұяшқа сәйкес келетін суреттегі заттың атауын сәйкестендіру қажет. Бірінші суреттегі тырна. Тырна сөзінде 2 дауысты, 3 дауыссыз дыбыс бар. Келесі суреттегі радио. Радио сөзінде 3 дауысты, 2 дауыссыз дыбыс бар. Келесі сурет анар. Анар сөзінде 2 дауысты және 2 дауыссыз дыбыс бар. Бізге берілген ұяшқа сәйкес келетін сөз ол тырна. Өйткені тырна сөзінде 2 буын, 2 дауысты дыбыс, 3 дауыссыз дыбыс бар. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және осы каналға тіркеліп алыңдар.